Мен мына ақпарат деген объекті ғой. Ол объектіні жеткізудің екі формасы бар. Жазбаша түрде және ауызша түрде. Жазбаша түрде жақсы, заңның барлығы реттейді, бірақ мына ауызша түріне мен назарыңызды аударайын деген. Мәселеде не жатыр? Мына мемлекеттік органдардың жылдан жылға беделі жақсарып баратыр, оны біз байқап жүрміз, бірақ әлі де ақсаңдау бар. Мысалға, бұқаралық ақпарат құралдары әртүрлі экономикалық сауаттылықты ашатын, саяси көзқарасты беретін әртүрлі ток-шоулар, әдемі бағдарламалар жасап жатыр. Бірақ мемлекеттік қызметкерлер шақырған кезде олар келмейді, өкінішке қарай. Келмейді неге? Үш себебі бар. Немесе білмейді, немесе қорқат, немесе әдейі істейді. Міне бұл тек қана бақтардың ішінде ғана емес. Бұл мемлекеттік органдардың кіреберісіне келсеңіз, халық тұрады кейде. Мен ана кісіден сұрасам, маған ауызша жауап бермеді. Маған жазбаша жазыңыз, мен сізге жазбаша берейін деп айтып құтылып кетті дейді. Ал өңірлерге барайық. Өңірлерде, кездесулерде адамдар, мемлекеттік қызметкерлер, солар жауап беруден қашады. Міне осы ауызша жағын қалай күшейтеміз? Міне осы туралы пайымыңызды, өз жеке көзқарасыңызды айтыңызшы. Рахмет. Рахмет. Негізінен ауызша сұратындарға жауап беру керек. Оны қашқақтап қорқудың керек жоқ. Мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы бар. Сол тұжырымдама аясында әрбір мемлекеттік қызметкер өзінің жәнегі қызметіне жауапты болса, өз орнында, ол сол жәнегі ақпаратты беруге тиісті. Егер бермеген жағдайда, оның жәнегенді өзінің қызметтік несіне құзыретіне байланысты, алайда өз ойым, әрбір мемлекеттік қызметкер азамат болсын, бұқаралық ақпарат құралдары болсын, журналистердің де барлығына жәнегі өз құзырет шегінде жауап беруге тиісті. Қазіргі таңда енді мына ауызша сұратулар беруге болады, енді кейбіреулер жазбайым десе, сондарда видеообращение дейді ғой, сондайларды қолданысқа алуға болады. Алайда бұл жерде әрбір мемлекеттік қызметкердің өзінің жеке жауапкершілігі және намысы деп санаймын. Рахмет.